Италия және Германияның бірігу жолдары қаншалықты бір-біріне ұқсас болмады. Пруссияның күшеюі. Төртінші Фридрих Вильгельм науқастанып өз билігін бірінші Вильгельмге берді. Бірінші Вильгельм тұсында 1862 жылы Бисмарк Пруссия канцлері болды. 20 ғасырдың басындағы реформалар Пруссия әскерін жалпықалықтық әскерге айналдырды. Данияның құрамындағы немістер тұратын екі провинцияны өзіне қосу керек болды және Германияны Пруссияның төңірегінде біріктірген мемлекетке айналдыру керек болды. Пруссияның жүргізген соғыстары. 1864 жылы Пруссия мен Австрия Данияға соғыс ашып, Даниядан Пруссия Шлезвигті, ал Австрия Гольштейнді тартып алды. 1866 жылы Австрия-Пруссия соғысында Пруссия жеңілді. Австрия Герман одағынан шығарылды. 1870-1871 жылдары Франция-Пруссия соғысында Пруссия жеңіп, Герман империясын құрды. Италияның бірігу идеясы. 19 ғасырдың ортасында граф Камилло Бенцо Кабур біртұтас Италия мемлекетін құру жоспарын ұсынды. Австрияны күйретуге қабілеті бар ұлы державалардың бірінің көмегі арқылы ғана Италияны біріктіруге болады деп есептеді. Италия Сардиния корольдігі негізінде бірігу керек деп есептеді және Сардиния королі Виктор Эммануэль бұл идеяны қолдады. Италияның бірігуі. 1858 жылы шілдеде Кабур үшінші Наполеонмен құпия кездесу өткізіп, нәтижесінде Франция мен Сардиния Австрияға соғыс ашып, Ломбардия Сардинияға қосылды. 1860 жылы Джузеппе Гарибальди 1100 қарулы әскермен Неаполь корольдігіне кіріп, Сицилияға келіп, Сицилияны Сардиния корольдігіне қосты. 1861 жылы наурызда екінші Виктор Эммануэль Италия королі болып, Италия корольдігін құрды. 1871 жылы Франция-Пруссия соғысында Франция жеңілгеннен кейін Рим Италия астанасына айналып, Италияның бірігуі аяқталды. Кабур саясаты. Кабур үкіметі ауыл шаруашылығының, өнеркәсіптің және сауданың дамуына қолдау жасады. Темір жолдар, каналдар, порттар, телеграф желілері салына бастады. Италияның саяси құрылысы. Конституция бойынша король екінші Виктор Эммануэль заң шығарушы билікті парламентпен бөлісті, ал екі палатадан тұрды. Жоғары сенат және төменгі депутаттар палатасынан тұрды. Сенаттар өмір бойына тағайындалды. Депутаттар палатасы сайланатын болды. Сайлау құқығы тек қана 25-тен асқан ер адамдарға ғана берілді. Атқарушы билік толық монарх қолында болды. Ол әскерлерге бұйрық беру, соғыс жариялау, бітім жасау құқығына ие болды. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.